Армысыздар ма, құрметті көрермендер, сіздермен номер 70 мектеп лицейінің 9 сынып оқушысы Қайруаев Әліби. Бүгін мен сіздерге номер 70 мектеп лицейі мен мектеп парламент туралы мәлімет беретін боламын. 2012 жылы мектебімізге алғашқы білім алушылар қадам басып, 9 жыл ішінде мектебіміз көптеген жетістіктерге жетті және де көптеген білім алушыларды дайындады. Мектебімізде сонымен қатар білім алушылардан құралған мектеп парламенті қызмет атқарады. Бұл ұйым жайлы біз толығырақ Қажымұратұлы Байдалымен сұхбаттасатын боламыз. Қайырлы күн, бүгін бізге мектеп парламентінің міндеттері мен қызметтері туралы айтып өтсеңіз. Қайырлы күн, Әліби. Жалпы айта кетерлік болсақ, мектебіміздің өзін-өзі басқару дағдыларын дамыту, оқушылардың азаматтық айқын көзқарасты танытып, адамгершілік қасиетімізді жоғары ұстап, оқушыларды рухани мәдениетке тәрбиелеу болып саналады. Және де мектеп парламентінің негізгі жұмыстарының бірі оқушыларды оқуға деген көзқарасын ояту, қызығушылығын арттыру. Соны жүзеге асыру біздің басты міндеттеріміздің бірі болып табылады. Осы оқу жылында мектеп парламентінің көмегімен қандай іс-шаралар іске асты және қандай жоспарларыңыз бар? Биылғы оқу жылында мектеп парламентінің ұйымдастыру бойынша көптеген іс-шаралар өткізді. Атап өтетін болсақ, білім күніне орай салтанатты жиынды ұйымдастыруға да көмектестік. Балалар қауіпсіздік атты айлық өтті. Ол жерде де кішкентай мектебіміздің бастауыш сынып оқушыларына жол жүру ережелерін таныстыруға да көмектестік. Кітапханамызда қазақтың ақын жазушылардың шығармашылығына, поэзияларына қызығушылықты ояту үшін оқырмандар конференциясын ұйымдастырдық. Спорттық іс-шаралар да өтті. Мысалға, сыныптар арасынан волейбол, баскетбол, футболдан жарыстар өтті. Қарттар күніне байланысты ата-әжелерімізді құттықтау челленджін бастадық. Мұғалімдер күніне де ұстаздарымызды құттықтап видеолар түсіріп, соған да атсалыс. Алдағы оқу жылында көптеген іс-шараларды жоспарлап отырмыз. Мысалға, концерттік бағдарламалар, ән айтудан, өнерден, домбыра тартудан және де поэзия, шығармашылыққа деген құштарлығы бар оқушыларды дамыту аясында әлде жұмыс жасайтын боламыз. Қазіргі таңда мектеп білім алушыларына арналған қандай үйірмелер бар? Қазіргі таңда мектебімізде спорттық және өнер үйірмелері бар. Атап өтсек, бокс, футбол, баскетбол, волейбол үйірмелері және де би, домбыра тартудан әртүрлі үйірмелер. Сіздермен бірге болған 9 сынып білім алушысы Қайруаев Әліби. Арнайы ең үздік репортаж республикалық жобасы үшін